Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен дымлема тағамның жасалу жолын бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып аламыз. Майымызды көбірек құйғанымыз дұрыс болады. Майымыз қыза бастаған кезде етімізді салып қуырамыз. Менде сиыр еті, кез келген етті қолдансаңыздар болады. Қойдың еті, жылқының еті. Құрамына керекті заттардың барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Етімізді жақсылап суы тартылғанша араластыра отырып қуырып алатын боламыз, яғни қызарғанша. Етіміз қызара бастаған соң пиязымызды салып жақсылап қуыратын боламыз. Отымызды азайтамыз, баяулатамыз. Баяу отта шамамен 1 сағаттай қуырып аламыз. Сіздердің газдарыңыз қатты тұрған болса, күйіп кетуі мүмкін, сондықтан баяу отта бабымен етімізді пісіріп аламыз. Тамағымыздың тұз борышын салатын боламыз, дәміне қарай. Содан соң қақпағын жауып 1 сағатқа қойып қоямыз, қуырамыз яғни. Мінекей менің етім дайын болды, 1 сағат қуырылып. Енді үстіне дөңгелектеп туралған, жұқалап туралған пиязымызды саламыз. Оның үстінен дөңгелектеп туралған сәбізімізді саламыз. Содан соң 4-ке бөлінген қызанағымызды орналастырамыз. Одан соң тәтті болгар бұрыштарын орналастыратын боламыз үстінен. Үстінен майдалап туралған аскөкімізді саламыз. Одан соң картоптарымызды орналастыратын боламыз. Одан соң туралған капустамызды орналастыратын боламыз, яғни 40 қабаттарымызды. Тағы да дәміне қарай тұз бұрыштарымызды салатын боламыз.
Чесноктарымызды саламыз, жақсылап орналастырамыз. Одан соң бетін 40 қабатымызбен жауып, шамамен 45-50 минут аралығында пісіріп аламыз, яғни бұқтырамыз. Мінекей дымлемамыз дайын болды. Енді тарелкамызға салатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, сулы болып шығады. Жасалу жолы да оңай, әрі қолжетімді заттардан тұрады. Видеом ұнаған болса, пікір қалдырып лайк басып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар.